Мына жерде байқағаным кафелер тұр, ресторандар. Және адамдардың машиналары да қымбат көрінеді. Және парковка бар екен, охранасы бар екен. Және магазиндерді көрдім, жаңа көптеген магазиндер. Осыған дейін де міне осы алдыңғы қатарларда да бұл бір бай аудан болып есептелінетін секілді. Себебі машиналарды қараңыз. Машиналар Мерс, Toyota, Hyundai, киім киісі бөлек. Жақта бір алқам-салқам болып жүрген адамды көрмедім. Сондай бір ресторандардың алдында өздерінің адамдары тұр. Welcome деп қойып. Қытай кафе болса да алдарында бір адамдар тұр. Сондықтан тек қана кедей аудан емес, осындай бай аудандар да бар да. Ана жерде тіпті мопед кетіп бара жатыр, охрана отыр. Шлагбауммен сыртта да охрана отыр. Қорғалатын аймақ сияқты.